Осымен біздің 10-ші күн аяғына жетті. Лагуна Вистаға өте көп рахмет. Барлығы күшті болды, барлығы тема болды, мықты болды, күшті демалдық. Администрациясы, обслуживаниясы, тамағы, барлығы персоналы барлығына көп рахмет, мықты. Лагуна Вистаға келем деген адамдар болса, именно Пик Альбатрос, Лагуна Виста деген келетіндер болса, рекомен ғой менен. Ешқандай реклама емес, бұл шын пікір, шынайы пікір. Біз қалай демалдық, қалай не істедік, қалай осында болдық, соның барлығы сіздер көрдіңіздер. Осындай отель. Отельден әуежайға дейін трансферге кешіп қалған болмаса, барлығы тамаша. Біздер отельден аэропортқа дейін трансферге үлгермей қалдық. Менің кесірімнен, себебі біздің дайвингіміздің уақыты созылып кетті кішкене. Бірақ Аллаға шүкір, такси арзан екен. 1000 теңгенің шамасында сондай суммаға біздер отелімізден аэропортқа дейін келіп алдық. Енді регистрация барлығын өтіп, атындағы халықтың барлығы сол регистрацияда отыр. Регистрация барлығын өтіп, Алла қаласа Оралға дейін ұшатын боламыз. 4 сағат жарымнан кейін Орал әуежайында болуымыз керекпіз. Египет еліне саяхатым керемет болды. Сіздер де видеолардың барлығын бір демде қарап шықты деген ойдамын. Саяхаттаңыздар достар. Әлем біз үшін жаратылған.